Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Бүгінгі видео сабағымызда біз трикотажный пряжаның түрлері туралы айтатын боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын менің каналыма алғаш рет келіп, видеомды алғаш рет көріп тұрған болсаңыздар, онда міндетті түрде тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Себебі сіздер үшін өте пайдалы видео сабақтар салып отыратын боламын қыздар. Ал енді ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Қараңыздар, бізде трикотажный пряжаның екі түрі болады. Первичка және вторичка пряжа деп бөлінеді. Первичка жіптері бұл бізде трикотаж матасын, яғни бір рулондағы трикотаж матасын соны қиып, мынандай мотокқа жинау арқылы дайындалады. Ол үшін өзінің арнайы аппараттары болады, қиятын, мынандай мотокқа жинайтын. Қараңыздар, мотоктағы ұзындық бойымен, барлық ұзындық бойымен жалпақтығы бірдей болады қыздар. Ал вторичка пряжамыз производственный отход деген болады. Бұл первичка жіптен қалған маталар болуы мүмкін. Осыны қиған кезде жан жағынан қалған маталар болуы мүмкін. Немесе футболка, осындай трикотаж матасынан алынатын өнімдер бар ғой, тігілетін өнімдер. Вот солардан қалған отходтардан, яғни жан жағынан қиылып қалған маталар, солардан осындай вторичка пряжа жасалады. Енді екеуінің ерекшеліктерін айта кетейін. Негізі былайынан осы түрінен қарасаңыздар да білініп тұр, бірден қандай екені. Первичка пряжамыз, жаңа өзім айтып кеткендей, бүткіл ұзындық бойына бір келкі болады. 7 мм, 9 мм, тіпті одан да үлкендер болады, жалпақтар болады. Осылай полный ұзындық бойына бір келкі болады. Және де бұл 100% ХБ матасынан болады. 100-110 метр ұзындығы, бір мотоктағы ұзындығы 100-110 метрге дейін жетеді. Салмағы 300 граммнан 400 граммға дейін. Кейбір трикотажный пряжаларда болады, салмағы аздау болады, оның да жаңа метражы аздау болады. Сондықтан да алған кезде салмағына және метражына қараймыз қыздар. Мен көбінесе осы өзіміздің Қазақстандағы алтын нитка деген бар, сол жіпті қолданамын. Жасырып ештеңе керегі жоқ. Мен өзімнің қолданатын жіптерімді инстаграм парақшамда да айтып отырам. Алтын нитканы қолданамын, және Россияның зефирка деген пряжа бар, соны қолданамын. Көбінесе сол екеуімен тоқимын. Тиффанимен және бисквитпен тоқып көрмептім қыздар, сондықтан да ол жіптер туралы ештеңе айта алмаймын. Ал вторичка пряжамызға келсек, қараңыздар, бұл мынандай өте жіңішке және де ұзындық бойында арасында тігілген жерлері болуы мүмкін. Бір-біріне бүйтіп байланып, бір жіппен, бір жіптің басымен екінші жіптің ұшы бір-біріне былай жай былайынан байлана салған түрде болуы мүмкін. Осылайынан просто арасынан узелок қылып осылай байлай салады. Осылай жалғай салады. Осындай жерлер кездесуі мүмкін, немесе тігілген жерлер кездесуі мүмкін. Кейбір жерлер болады, өте қатты жіңішке болса, енді бір жері мынандай үлкен толстый болып тұрады. Яғни тоқуға өте ыңғайсыз ол жіп қыздар. Және де бұл 100% ХБ матасынан емес, синтетика араласқан полиэстер. Сондықтан да бұл прям қатты резиновый сияқты созылады. Қараңыздар, созылады, қайттан орнына келеді, созылады, қайттан орнына келеді. Бұл өте ыңғайсыз. Қараңыздар, көрдіңіздер ғой, тіпті мынаны тартқан кезде қараңыздар, қандай арасында шелдер пайда болады. Қатты созыла береді. Осындай болады вторичка жібіміз. Ал первичка жіпті қарасақ, бұл былайынан тартасыздар ғой, ол қайтадан орнына вторичка жіп сияқты бүйтіп резиновый қайтадан орнына келіп қалмайды. Ол тартылады, сол тартылған күйінде қалады. Созасыздар, ол сол созылған күйінде қалады. Қайтадан жиналып қалмайды. Демек, бізде тоқыған бұйымымыз вторичкадағыдай бос, тартсақ та арасында не болмайды, тесіктер болмайды. Енді екеуінің узоры екі түрлі, бірақ сонда да ол узорға байланысты емес. Қараңыздар, тіпті мынау да вторичка пряжамен тоқылған. Тартсақ, қатты тартып жатыр, мынандай арасында тесіктер болмайды. Қараңыздар, қатты күш салудың да керегі жоқ. Көрдіңіздер ғой, қатты қалай созылып кетеді.
тоқыған кезде өте ыңғайсыз бұны тоқыған кезде. Бұмен бір может корзиналар тоқуға, жерге жерге төсейтін ковриктар, немесе андай ыдыстардың, табақтардың астына, яғни ыстық тамақтардың астына қоятын салфетка тоқуға болады. Сондай тоқуға алсаңыздар болады. Ал мысалға бір клиент сізге заказ берсе, онда міндетті түрде первичка жіппен тоқуға тырысыңыздар. Себебі первичка жіппен тоқылған бұйым ол әрдайым әдемі болады. Ондай жаңағы әдемі бұйымды алған клиент сіздерге қайта-қайта келіп, сіздерге тапсырыс беретін болады. Егер де сіздер клиенттің мысалға аяқ киім тоқитын болсаңыздар, корзина немесе сумка тоқитын болсаңыздар, мынандай жіппен тоқып беретін болсаңыздар, ол клиентті енді сіздер ешқашан көрмейсіздер. Және де қараңыздар, сіздерде уже бір клиенттен негативный отзыв келсе, ол уже өзінің таныстарына да айтатын болады. Вот мен мына жерден заказ беріп едім, сумка заказ беріп едім, тапочка заказ беріп едім, нашар екен. Сен ондан алмай-ақ қой, егер ойлап жүрген болсаң деген сияқты, уже сіздің жұмысыңыз туралы жаман пікір қалыптасады ол адамда. Сондықтан да осындай первичка жіппен тоқылған дұрыс қыздар. Вторичка жіпті тіпті алуға да кеңес бермеймін. Басында мүмкін үйрену үшін алсаңыздар болады, бірақ вторичка жіппен тоқылған сумкаларыңызда дұрыс шықпайды. Сондықтан да ниеттеріңіз қашып кетуі мүмкін тоқуға деген. Міндетті түрде первичка жіппен жұмыс жасаймыз біз. Көріп тұрғандарыңыздай, первичка жіптің артықшылықтары өте көп. Тоқыған сумкаларыңызда, тоқыған бұйымдарыңыз өте әдемі шығады. Сонымен первичка жіп пен вторичка жібінің айырмашылығы түсінікті болды деп ойлаймын. Живой пример келтіріп бердім сіздерге. Барлықтарыңызға көп рахмет менімен бірге болғандарыңыз үшін. Егер де осындай пайдалы видеолар ұнаса, алдағы уақытта көбірек салынсын десек, онда міндетті түрде лайк басып, пікір жазып кетіңіздер қыздар. Барлықтарыңызға көп рахмет.